Отар ауылдық тарихи-өлкетану үйірмесінде халық ақыны, әнші, композитор, Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Кенен Әзірбаевтың туғанына 142 жыл толуына арналған ән кемеңгері Кенен Әзірбаев атты ашық сабақ өтті. Тағылымды шараға номер 41-ші Кенен Әзірбаев атындағы орта мектеп жанындағы жазғы лагердің оқушылары қатысты. Ашық сабақ барысында балаларға Кенен Әзірбаевтың өмірі мен шығармашылығы кеңінен таныстырылып, оның қазақ әдебиеті мен ән өнеріндегі орны туралы мәлімет берілді. Іс-шарада ақын шығармаларының негізгі өзегі халықтың тұрмыс-тіршілігі, ел тағдыры, туған жерге деген сүйіспеншілігі екені айтылды. Сондай-ақ Кенен Әзірбаевтың көпшілікке кеңінен мәлім Бозторғай, Көкшолақ, Қайран Жасықшақ әндерінің шығу тарихымен танысып, олардың мазмұны мен тәрбиелік мәні жайында мағлұмат алды. Сабақ барысында ақынның өз дәуіріндегі белгілі өнер иелері мен шығармашылық байланыс сөз болды. Кенен Әзірбаевтың Жамбыл Жабаев пен Сүйінбай Аронұлының мұрасын жоғары бағалап, олардың дәстүрін жалғастырған көрнекті тұлғалардың бірі болғанын атап өтілді. Сонымен қатар оның көптеген ақындармен бірге өнер көрсетіп, қазақтың әншілік және жыршылық өнерінің дамуына елеулі үлес қосқаны айтылды. Шара соңында оқушылар үйірме қорындағы Кенен Әзірбаевқа қатысты кітаптар мен тарихи деректерді тамашалап, өздерін қызықтырған сауалдарға жауап алды. Словения астанасы Любляняда қазақ халқының бай мәдениеті мен өнері кеңінен насихатталды. Ауқымды мәдени шара жергілікті тұрғындар мен қала қонақтарының қызығушылығын тудырды. Іс-шараны Қазақстанның Словениядағы елшілігі, Шымкент қаласының әкімдігі мен словениялық серіктестер бірлесіп ұйымдастырған. Бағдарлама аясында қазақстандық қаған этно-фольклорлық ансамблі мен яссы би ұжымы өнер көрсетіп, ұлттық өнердің озық үлгілерін көпшілік назарына ұсынды. Қаланың орталық алаңы мен тарихи сәулет кешенінде домбыра, қобыз, дауылпаз секілді ұлттық аспаптардың үні әуелеп, көрермендерді қазақтың дәстүрлі өнерімен жақын таныстырды. Сонымен қатар қонақтар еліміздің табиғаты, тарихи мәдени мұрасы мен тәуелсіздік жылдарындағы жетістіктері туралы фотокөрме тамашалады. Шара барысында қазақстандық туристік әлеуеті, салт-дәстүрі, ұлттық тағамдар мен заманауи даму туралы арнайы бейнематериалдар көрсетілді. Бұл словениялықтардың еліміз туралы танымын кеңейтіп, екі ел арасындағы мәдени байланыстарды нығайтуға мүмкіндік берді. Мәдени кеш аясында қайырымдылық акциясы да ұйымдастырылды. Жиналған қаражат жергілікті балаларды қолдауға бағытталмақ. Сонымен қатар Қазақстан мен Словения арасындағы достық қарым-қатынасты дамытуға үлес қосып жүрген бірқатар азаматтарға құрмет көрсетілді. Ақтөбеде Қазақстан Республикасы Президенті телерадио кешенінің бастамасымен ұйымдастырылған Хроникадан болашаққа республикалық кинолекторий өтті. Жоба аясында көрермендерге ел тарихы мен қоғам өміріндегі маңызды тақырыптарды қозғайтын деректі фильмдер ұсынылды. Көрсетілім барысында экология, туған жерге деген сүйіспеншілік, азаматтық жауапкершілік пен еңбек адамның тағдырын арқау еткен Тамшы, Арал, Серт және Құлалы аралындағы адам деректі фильмдері көпшілік назарына ұсынылды. Туындыларды ел өміріндегі із қалдырған оқиғалар мен қарапайым адамдардың өнегелі өмір жолымен бейнеленген. Шараға қатысушылар әсіресе кәсіби итбалығын сақтап қалу жолындағы еңбек етіп жүрген еріктілер туралы баяндалатын Тамшы фильміне ерекше қызығушылық танытты. Фильм табиғатты қорғау ісінің маңызын көрсетіп, қоғамдағы еріктілер қозғалысының рөлін де айқындай түсті. Сондай-ақ көрермендер назарына Арал теңізінде ғұмыр кешкен балықшы Күнтуған Тұрғынбаев туралы Арал фильмі ұсынылды. Картинада бір адамның тағдыры арқылы тұтас өңірдің өткені мен бүгіні, теңіз тағдыры мен халықтың тұрмыс-тіршілігі көрініс тапқан. Ақтөбеліктер үшін Серт деректі фильмі де ерекше әсер қалдырды. Онда 2024 жылғы су тасқыны кезінде ел болып жұмылған жұрттың бірлігі мен қиын кезеңдегі қолдау көрсетілген. Көрсетілімнен кейін тұрғындар Президент телерадио кешенінің деректі кино орталығының өкілдерімен кездесіп, фильмдердің түсірілу барысы туралы пікір алмасты. Айта кетейік, Хроникадан болашаққа республикалық кинолектория еліміздің бірнеше өңірін қамтып, көрермендерді отандық деректі кино туындыларымен таныстыруды жалғастырып келеді. Елімізде кітап оқу мәдениетін дамытуға және зерделі ұлт қалыптастыруға бағытталған кешенді жоспар жүзеге асырыла бастады. Осыған байланысты Қазақстан Республикасының премьер-министрінің орынбасары, мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаеваның төрағалығымен арнайы кеңес өтіп, президент жарлығын іске асыру тетіктері талқыланды. Жиынға оқу ағарту министрі Жұлдыз Сүлейменова, сондай-ақ бірқатар министрліктердің өкілдері қатысты. Кеңес барысында мәдениет және ақпарат вице-министрі Рустам Әли кешенді жоспардың негізгі бағыттарын таныстырды. Құжатта кітапхана ісін дамыту, кітап оқуды кеңінен насихаттау
және заманауи цифрлық инфрақұрылымды қалыптастыру мәселелері қамтылған. Жалпы жоспар 9 негізгі бағыт бойынша 50-ге жуық іс-шараны жүзеге асыруды көздейді. Оның аясында кітап саласын құқықтық тұрғыдан жетілдіру мәселесі де басымдық берген. Қазіргі таңда республика бойынша 3887 көпшілік кітапхана жұмыс істейді. Олардың қорында 72,5 миллионнан астам кітап пен басқа да басылымдар сақталған. Өткен жылы кітапханаларға келушілер саны 57 миллионнан асып, рекордтық көрсеткішке жетті. Биыл 4 кітапхана жаңғыртылып, 6 жаңа кітапхана пайдалануға берілді. Жыл соңына дейін тағы 5 өңірде 24 кітапхана жаңғырту жоспарланып отыр.